Сәлем достар, бүгін сіздермен сникерс пирогының рецептісін бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен үй температурасында еріген сары майымыз бен қантымызды және бір дана жұмыртқамызды салып, жақсылап ағарғанша миксерлейміз. Ұнымыздың үстіне какао мен қопсытқышымызды қосып араластырамыз. Ақырындап ұнымызды ситодан өткізе отырып миксермен, сосын қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Дайын қамырымызды целлофанға салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қалдырамыз. Ал енді салмасына тұзды арахисімізді осылай ұсақтап, вареная сгущенка екеуін қосып араластырамыз. Тоңазытқыштағы қамырымызды формамызға осылай біркелкі етіп жаямыз. Үстіне салмасын салып, қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минутта пісіретін боламыз. Піскен пирогымызды суытамыз. Сары майымыз бен шоколадымызды ерітіп, кішкене арахис қосып, араластырып, піскен пирогымыздың үстіне құямыз. Өз қалауларыңызша әсемдейсіздер, немесе дәл осылай қалдырсаңыздар да болады. Міне осындай өте оңай, тез жасалатын әрі дәмді болып шығатын сникерс пирогымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Және менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.